Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Менің есімім Жайлауов Шаттық Бекболатұлы, Алматы қаласы жоғары медициналық колледжінің номер 3 сәг оқытушысы боламын. Бүгінгі сіздермен талқылайтын тақырыбымыз ол жүректің ишемиялық ауруы. Тақырып жоспарын көріп отқандарыңыздай, жүректің ишемиялық ауруына сипаттама жасаймыз. Түрлері және симптомдары, стенокардия және оның түрлері, клиникасы, миокард инфаркті себептері, клиникасы, диагностикасы, емі бойынша бір қатар талдаулар жүргізетін боламыз. Енді жіті коронарлық синдром дейміз, бұл жүректі қанмен қамтамасыз ететін коронарлық артериялардың жаңа атеросклероздық бляшкалармен бітелуі болып табылады. Негізен осы жүректің ишемиялық ауруының негізгі қауіп факторларына оған суретте көріп отқанымыздай темекі шегу, генетикалық факторлар әсер етеді, және де аз қозғалысты өмір салты, семіздік, және де артериялық қан қысымы, яғни созылмалы аурулары бар адамдар, және де артериялық гипертензиямен ұзақ уақыт бойы ауырып жүрген кісілер, соларды жатсақ болады, және де майлы тағамдарды көп қолданылатын адамдарды жатқызсақ болады. Негізгі қауіп факторлары осы, және де қосымша факторларда бұл ауруға әкеп соғады. Жүректің ишемиялық ауруының этиопатогенезіне көріп отқандарыңыздай, оның негізгі себебі 50% жағдайда коронар артериялардың тарылуына әкелетін атеросклероз болып табылады. Патогенез негізінде миокардтың оттегі және қоректік заттарға сұранысы коронарлық қан айналымымен қамтамасыз етілудің арасындағы дисбаланс салдарынан миокард ишемиясының дамуы болып табылады. Яғни уақыт өте келе осылай патогенез қарап отқандарымыздай жүректі қанмен қамтамасыз ететін коронарлық артериялардың арнасы тарыла береді. Келесі атерогенез кезеңдері, яғни көріп отқанымыздар, ең бірінші майлы жолақ, сосын фиброз табақша, сосын комплексті бұзылыстар пайда болған, эндотелий дисфункциясы пайда болған, яғни алғашқы 10 жылдықта көрсетілген, сосын 3-ші 10 жылдықта, сосын 4-ші 10 жылдықтағы суреттері көрсетілген. Келесі жүректің ишемиялық ауруының классификациясын көрсек болады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының классификациясы бойынша кенеттен жүрек өлімі, стенокардия, миокард инфарктісі, сосын барып инфаркттан кейінгі кардиосклероз, жүрек ырғағының бұзылуы, жүрек жетіспеушілігі, яғни жаңағы жүректің ишемиялық ауруы салдарынан миокардтың зақымдалуы, және жүректің ишемиялық ауруының мылқау түрі деп ажыратсақ болады екен. Келесі стенокардияның клиникалық варианттарын ажыратамыз. Солар тұрақты күш түсу стенокардиясы әртүрлі функционалды класстармен сипатталады, және де алғаш пайда болған күш түсу стенокардиясы, үдемелі күш түсу стенокардиясы, тыныштық стенокардия, және де спонтанды стенокардия деп бөлеміз. Одан кейін бар вариантты стенокардия, сосын принцип-метал стенокардиясын ажырататын боламыз. Келесі күш түсу стенокардиясын канадалық жүрек қан-тамыр бірлестігі бойынша классификациясын ажыратамыз, яғни 4 классқа жіктейміз. Бірінші класста күнделікті физикалық жүктеме, жаяу жүру, баспалдақпен көтерілу стенокардияны тудырмайды. Стенокардия қарқынды, тез не ұзақ физикалық жүктемелерден кейін пайда бола бастайды. Келесі екінші класс ол күнделікті физикалық жүктеменің аздап шектелуі, горизонтальды қалыпта 500 метр жүргенде не қалыпты жүрістен бірінші қабатқа шыққанда стенокардия дамиды. Келесі ол үшінші класс. Күнделікті физикалық жүктеменің айқын шектелуі болады. Горизонтальды қалыпта 100-200 метр жүргенде не қалыпты жүріспен бірінші қабатқа шыққанда стенокардия дами бастайды. Келесісі ең соңғысы 4-ші класс. Бұл кез келген физикалық жүктемеде стенокардияның дамуы болады, кейде тыныштықта да дами бастайды. Миокард инфарктісінің басталуының клиникалық варианттары, яғни ең бірінші ол классикалық, яғни ауырсынулы ангинозы болады. Сосын демік белгілері бар, абдоминалды, яғни гастралгиялық, атипті ауырсынумен аритмиялық, церебральды, симптомды ауырсынусыз түрлерін ажыратамыз. Келесі ол ауырсынулық түрі. Ауырсынулық түрінде ол кеуде қуысының ауырсынуы, тура жүрек аймағының ауырсынуы, оның және де иррадиациялануы, яғни жауырынға, бұғанаға, сол жақ қолға, иыққа таралу пайда болады. Ауырсынудың сипаты қысып, шаншып, жаңағы пышақ, қанжар сұққандай ауырсыну сипаты болады. Абдоминалды түрі бұл кезде эпигастральды ауырсынудың диспепсиямен көрінуі, жаңағы жүрек айнуы, жеңілдік әкелмейтін құсу,
ықылық тию, кекіру, ішке жел қату сияқты симптомдар болады. Кейде ауырсыну арқаға берілуі мүмкін. Құрсақ бұлшықтар қатаю және эпигастрияда пальпацияда ауырсыну анықталады. А типті ауырсыну түрі бұл кезде ауырсыну А типті орналасады. Мысалы, иррадиация аймағында тамақта, астыңғы жақта, иықта, қолда және тағы басқа жақта орналасады, немесе сипаты басқаша бола бастайды. Келесі демікпелік түрі. Демікпелік түрі бұл түрі әртүрлі айқындықтағы ауырсынумен емізікше тәрізді бұлшықеттердің инфаркт кезінде көрінеді. Келесі аритмиялық түрі. Аритмиялық түрі әртүрлі ырғақ бұзылысымен көрінеді. Жыпылық тахиаритмиясы, жүрекшелік, қарыншалық немесе түйіндік тахикардия, жиі экстрасистолия ұстамаларымен көрінеді. Ырғақ бұзылысы жалғыз немесе басым клиникалық белгі болып табылады. Келесі ол бізде цереброваскулярлық түрі. Бұл кезде клиникалық көріністе бас ми қан айналымы бұзылады, яғни естен тану, бас айналуы, жүрек айну, құсу, ошақтың неврологиялық симптоматика болады. Келесі симптомсыз түрінде анықталуы қиын, түрі көбінесе ЕКГ белгілері бойынша табылады. Миокард инфарктісінің даму кезеңдерін бірқатар түрлерге бөлеміз. Олар миокард дамуының алғашқы 6 сағаты, яғни бұл дамушы миокард инфарктісіне тән. Ол аман қалған миокардтың бөлігі болуы және окклюзияланған коронарлы артериядағы қан айналымын жақсартуға жасалған ем-шара осы аман қалған миокардты сақтап қалуға мүмкіндік береді. Келесі жіті миокард инфаркті. Миокард инфарктісі клиникасы көрінгеннен кейін 6 сағаттан 7 күнге дейін болады. Жазылып келе жатқан миокард инфарктісі, яғни тыртықтанышы, бұл 7-28 күн аралығы жазылған миокард инфарктісі. Бұл инфаркттан кейінгі кардиосклерозды жатқызамыз. Ескі миокард инфарктісі, яғни бұл 29 тәуліктен соң дамиды. Келесі жіті коронарлы синдромның диагностикалық алгоритмін көрсек болады. Госпитализация, яғни кеудеде ауырсыну кезінде, уақытша жұмыс диагнозы жіті коронарлы синдром кезінде, және ЕКГ-да элевациясы соны көрсек болады. Және биохимияда біз тропониндердің артуы, соларды көрсек болады. Тропониндердің артуы жүректің ишемиялық ауруында көрсек болады. Жаңағы S сегментінің жоғарылауынсыз және де тропонин қалыпты кезде ол тұрақ стенокардия кезінде анықталатын болады. Келесі негізгі шағымдары нитроглицерин қабылдағанға басылмайтын 20 минут артыққа созылған 20 минуттан астам уақытқа созылған төс астындағы қысып ауырсыну жатсақ болады. Қосымша шағымдар ауырсынудың қолға, астыңғы жаққа, мойынға, иыққа иррадиациясы, тершеңдік, жүрек айну, құсу, ентігу, бас айналуын жатқызсақ болады. Келесі анамнез жинайтын боламыз, яғни темекі шегуме, тамақтану ерекшелігіне, жануар майын қолдану сияқты, ата-анасына, жақын достарына жүректің ишемиялық ауруының болуы, сонымен қатар артериялық гипертензия, қан диабетімен ауырмағанын сұраймыз. Келесі атеросклероздің басқа жерде орналасу көріністері, ауыспалы ақсақтық, инсульттің қалды өзгерістерін сұрап білетін боламыз. Келесі объективті мәліметтер, ксантилезмалар, ксантомалар бар ма, артық дене салмағын көреміз, жүрек шекарасы және жүрек шүтірткісі солға ығысуын көретін боламыз. Келесі ол лабораторлық мәліметтер, дислипидемия, яғни гиперхолестеринемияны, ТТЛП-ның жоғарылауы, ЖТЛП-ның төмендеуін көреміз, тропонин тестінің оң болуы. Және де ЕКГ, эхокардиограммада, ЕКГ-да біз S сегментінің ығысуы, ТТШ амплитудасын өзгеруі, еш жоғары сол аяқшасын блокадасын көретін боламыз. Және де эхокардиограммада сол қарыншаның гипертрофиясы, гипокинезия ошақтарын көретін боламыз. Келесі осы жедел коронарлы синдроммен науқастарды емдеу принциптері, олар медикаментозды терапияға тері арқылы коронарлы шаралар жасалатын болады, аорта коронарлы шунттау жүргізеді. Осы жедел коронарлы синдроммен науқастарды ауруханаға дейінгі кеземде емдеген кезде біз ауырсынуды басамыз, наркотикалық анальгетиктер береміз, морфин, промедол, фентанил сияқты, және де наркотикалық емес анальгетиктер береміз. Аспирин және де клопидрогель сияқты препараттар тағайындайтын боламыз. Қарқынды терапия бөлімшесіне жатқызамыз. Келесі S сегменті жоғарылауымен жедел коронарлы синдромды сонымен келген адамдарда емдеу, яғни негізгі міндет окклюзияланған коронарлы артерияда қан айналымын қалпына келтіру, коронарлы артериялардың біріншілік ангиопластикасы және стенттеу, тромболиздік терапия, яғни стрептокиназ, альтеплаза сияқты препараттар тағайындайтын боламыз, тек алғашқы 12 сағат ішінде ғана. Келесі осы жедел коронарлы синдроммен ауыратын науқастардың медикаментозды терапиясы, олар жаңағы антитромботицитарлық препараттар, нитраттар, бета-адреноблокаторлар, кальций каналдардың блокаторлары сияқты препараттар тағайындайтын боламыз. Сосын статиндерді тағайындасақ болады. Бұлардың барлығы тек қана кардиолог дәрігердің
нұсқауымен ғана қабылдануы керек. Назарларыңызға рахмет.